Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк демелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Диана Скатова Қослайықтан не себепті кеткені белгілі болды. Диана Скатова өткен жылы көзінен ауырған. Диананың көздері қызарып, ауырып тұрды. Бұл Диананың эфирге шығуын, жырақтан және камералармен жұмыс істеуін қиындатқан. Нәтижесінде Диана былтыр көзіне линза салған. Өткен маусымның соңында Диана Instagram парақшасындағы суреттері қара көзілдірікпен болды. Оның ең басты себебі көзі. Осы аптада Диананың көзіне ота жасалды. Көпшілік Диананың көзіне жасалған ота блефаропластика деп ойлады, бірақ көз операциясы блефаропластика емес еді. Бұл туралы Диана өзі Instagram парақшасында жариялады. Ал алғаш рет көзілдірігін шешіп қызарған көзін көрсетті. Операцияның қалай өткені, көздің денсаулығы туралы мәлімет жоқ. Әлеуметтік желі қолданушылары Диананың көзіне таң қалды. Желі қолданушылары тезірек қалпына келу тілеп жазып жатыр. Бұнда не көруге болады? Диана ханым көзіндегі линзаны алып тастады және операция процесі бұл камерамен жұмыс істеуге және тікелей эфирге мүмкіндік бермейді. Сондықтан Диана Скатова ханым биылғы маусымды жүргізуден бас тартты. Естеріңізге сала кетейік, Альмира Асқарқызы жаңа Қослайық бағдарламасының уақытша жүргізушісі. Диана сауығып кеткен соң эфирге оралуы әзірге белгісіз. Бірақ желідегі қауесеттерге қарағанда Анна ханым немесе Аша Матай ханым келеді деп жатыр. Кім келсе де әр жүргізушінің орны бөлек. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар, біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.